Аны бұл орынға бұйыртса тандыр пешін орнатам. Аста дайындалады, үйде жылы. Яғы, керемет болар ед. Қалай ойлайсың, бізді ата-аналарымыз іздеп жатыр ма екен? Әрине іздеп жатыр, бірақ біз орта ғасырдамыз. 21 ғасырға оралудың амалын қарастыру қажет. Математикадан емтихан өтіп кетеді. Онда мен асықпаушы едім. Хан бала, әмір. Жүріңдер, әлемге танымал сарайшықтың үлкен базарына барамыз. Тамаша. Керемет. Мүмкін ана ақ киген атаны кездестірерміз. Әй, жүгірмектер, осында болыңдар. Яғасым, мұндайды сыныптағыларға айтсам сенбейді. Мұнау деген кәдімгі ойын-сауық орталығы ғой. Иә, тек орта ғасырлық, сарайшықтың әйгілі базары. О, анда не болып жатыр? Әмір дейім. Ал есегім, қазір сені Атыраудың 6 жастан 7 жасқа дейінгі ең мықты атлеті еленеді. Атырау деген қала ұзақта. Сонымен есекті жылқыға айналдыру жоспары. Аға, сурет салып жатырсыз ба? Мен суретші емеспін. Онда кім? Қолыңызда қылғалам, алдыңызда мольберт. Мен картографпын. Әйгілі Бағдат қаласынан келдім. Сіз сарайшықтың картасын сызасыз ба? Иә. Бірақ неден бастарымды білмей жатырмын. Ол өте оңай аға. Қараңыз. Мына жақтан кім келеді? Қытайдың шайы мен әйгілі жібегі келеді. Ал мына жақтан кімдер келеді? Ол жақтан европалық саудагерлер келеді. Және соңғысы. Мына жақтан кімдер келеді? Ол жақтан мен келдім. Жер ортасы Бағдат шаһары. Ал қақ ортада қай қала? Бұл әрине сарайшық. Ұлы жібек жолындағы әйгілі қалалардың бірі. Тоқта. Қалай сарайшық? Енді өзіңіз айттыңыз ғой. Жарайды. Әлемде 2 ұлы қала бар. Бірі Бағдат шәрі, екіншісі шаһарлардың шаһары сарайшық шәрі. Білесіз бе, болашақта не болатынын? 500 жылдан кейін. Әмір дейім. Қасым, мұна есек бағынар емес. Әмір, секір, әйтпесе құлайсың, секір. Әмір! Үш құмыран быт-шыт болды. Балаларыңа ие болмайсың ба? Аға, сізді сарайшықтағы абыройлы қысшы дейді. Дәл солай. Қанша құмыра сынды дедіңіз? Біреу ғой. Иә, біреу. 1 күміс тиын. 2 күміс тиын. Жоқ. Не? Қалай 2 күміс? Досым екеуміз сізге керемет құмыра жасап береміз. Мына 2 шебер саған жаңа құмыра жасап береді. Сен оны 2, жоқ, 3 күміске сатасың. Шын сөзім. Тасболат, сен сарайшықтағы абыройлы құрылысшысың. Сөзіңе сенемін.